Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов авиация генерал-майоры, Кеңес одағының 2 мәрте батыры, Барыс орденінің иегері. 1922 жылы 5 тамызда дүниеге келген. Бұл ұшақпен көк жүзінде 500 сағат болған. 305 рет әскери шабуылға шығып, жау ұясы Берлинді алуға бірінші болып қатысты. Назарларыңызға Талғат Бегелдинов туралы қызық 10 дерек ұсынамыз. Бірінші. Талғат Бегелдинов көш кезінде түйеге тіркелген үлкен 2 доңғалақты арбада дүниеге келген. Ол баланың дүниеге келу құрметіне көш тоқтап, сол арада мал сойылып, той жасалған. Кейін ақсақалдар ұзақ пікірталасқа түсіп, жаңа туған сәбиге Талғат деген есімді қойыпты. Екінші. Бала Талғаттың Бішкекте жүргенде өгей шешесі дұрыс қарамай, ашқұрсақ қалып, амал жоқ таудан кесіртке жылан аулап жүрек жалғаған кез болған. Үшінші. Талғат Бегелдинов 1938 жылы Фрунзе қаласында орналасқан аэроклубқа оқуға түседі. Басында бойы аласа болған соң аэроклуб басшылары оны алғысы келмепті. Бірақ олар жастың табандылығы мен қайсарлығына тәнті болып қабылдаған. Екінші дүниежүзілік соғыста Ил-2 ұшағымен 305 рет әскери шабуылға шыққан. Егер 330 рет шабуылға шыққанда, 3-ші мәрте Кеңес одағының батыры атағы берілер еді. Бесінші. Фашистер Бегелдиновтың ұшағына қара ажал деген лақап берген, ал әріптестері оны қазақтың қыраны. Сонда 9 кісі кетіп бара жатырмыз енді. 9, мұнда 3, мұнда 3, мұнда 3, 2 звено. Неқтан 6. 12 самолет. 12 самолет. Кетіп бара жатырмыз. Сонда әлі келді енді, фронт қойын. Анда линия фронтта деген бар ғой, мұнаны өткеннен кейін мұнда соғыс болды. Бәрі атып, мұндай пожар, болды. Сонда келе жатырмыз енді. Сонда радио бар ғой енді, сонда естік, мен естіп. Бізді Горбатый дей тұрған. Неге десең, самолет мұнандай, немножко Горбатый дей тұрған. Будьте внимательны. Мына цель бар ғой, сонда дейді, 60-тай истребитель противника ходит дейді. 60-тай. 3 ярыста дейді. 3000-де 1500 жер бауырлап ұшыра тұрған самолетті. Сөйтіп сол, енді мен естіп, бұлай қарайым. Анда уже кетіп беретіп, көрініп тұр енді бәрі, соғыс болып жатқан. Бір уақытта мынау екеуі бар ғой, жарылып кетті. Бір уақытта ұшып бара жатсам, астынан бір трасса кетіп қалды. Бұлай қарасам, истребитель. Место 9 дейді, место 9 деген. Сол мен, аны бірінші көргенім аны. Мұнан қылып атаковать етті да, шауылланды да, мұнан қылып кетіп бератыр. Ой, міне, көріп. Айсының зәрәмді ұшып кетті біраз. Мұнан бірінші көріп отырғаным ғой енді. Анекен тағы менің артыма келе жатыр. Мұны өлтіріп қойырған мүмкін ғой деді. Мен аны біраз пушка білен етіп, тұт деп қойсам, ал кетіп бара тағы да. Мен маған енді мұна соғыстан шығыш керек қой енді, өзінің территорияға. Әнекән, ондай қылып, ал менің артыма, мен аған бермеймін. Мұнандай қылып өзіміз нетіп. Енді не болса да білмеймін болды. Менімше енді бір нақал қой дейді, нақал. Неге десеңіз, менің скоростым аз ғой, ал ол истребитель ғой енді. Аны скорость біраз қаланша радиосы көп. Мен үрдетті апат арғасына балып алам. Ал колесосы бар ғой, шасси выпустил. Колесосын шығарып ал, чтобы уменьшить скорость. Мынаны қарады. Енді қарасам, өзім территориямыз кіріп алып қамайын кімер. Бұлай соғыс жүріп, аналайды. Өзім территория. Өлсем өлдім неге? Менді атып көрейді. Сүйізіп нетім, мынандай ол қалды ал. Мына алды, мына мен бол. Әлгі трассирующий пушка білән түйіп жатыр бәді. Корректирующий түйіп. Аны жырттым, ананы истребитель. Sonra mağana айтады ана командир. Sen кеше
Kaldı самолет diyor üstünde. Dedim 13. Номер самолет 13. Sen o истребитель sen çıktın mı? Dedim истребитель onu niye? Faşistski bol. Faşistski de faşistski. Sen ne çıkan ekesin? Benim sol bol kaldı sonunda. Sonra aytıp berdi etme bizge. Sonra ki ben ağana aytıp berdim olsunday arkamdan beni anan demanday şahsi выпустил. O dedi sen dedi sol самолетта жылытқан үшін дейді. Seni награждаю орденом Отечества войны второй степени. Birinci орден алғанымыз сол болды. Sen дейді, значит, орысша айтқан уақытта новую тактику дейді, штурмовой авиации выдал. Оказывается, штурмовики могут драться с истребителями и должны драться, и даже сбивать их. Сөйткеннен кейін мен ана екінші күні мына газеттерге шығып штурмовик сбивает истребители деп. Сондай Бегелдинов деп бәрі летчикте ол қандай кісі өсті кім деп әлі қазақтың баласымын деп сұрады. Мен қазақ дей тұрған бәрі. Сын казахского народа. Bir кісім ғой деп соны. Сөйтіп, бана біздің командирлар да сол мені қарап, о, сен мынандай қазан, сондан біраз өсе бастадым. Өз аузынан естідім. Сержант Бегелдинов. Отырыңыз, командир дивизии вызывает. Соның кейін ойландым дейді, мені бітті саудам. Қазір ат тастайды. Мені алдым дейді. Келдім, о кезде генерал Каманин. Гагарин Дорис Шурван. Соғыста командир дивизии болған, шақырып. Ну что, сержант, как ты сбил немецкого аса? Мен құлағыма жылы келді дейді. Немецкого аса сбил. То есть генерал, откуда вы знаете? Он говорит, все, я наблюдал, я говорит, с земли наблюдал, как ты. Ты не потянул вверх, ты не потянул вниз. Ты стал в глубокий вираж тұрып алып, соның самолетті шыргөбелектерге айналдырған ғой. Анау неміс бұлайда жақындай алмай, бір кезде өзі жем болып қалды. Алдына шыға келді, штурмовиктің. Сол кезде Талғат ағамыз бүкіл не бар, солды күшті салған пулеметтер, пушкаларды, РСПен бәрі атып жіберген, анау бір секундтың ішінде бәрі самолет жарып қалған. Сөйді анау парашютпен түсіпті неміс. Ол неміс түскен, пленге түскен, оны ағамыздың алдына алып кетті. Міне, мынау неміс деп. Анау неміс, мынау бала мені түсірді ма дейді. Я, сенің осы бала атып түсірген. Енді бүкіл, енді бәрін кешіруге болады, бұны енді мен өзіме кешіре алмайым депті, неміс. Өмірдегі ең позорный жағдайым осы мені бала атып түсірген депті. Талғат ағамыз бірнеше самолеттерді, истребительдерді атып түсірген содан кейін. Сол кісінің арқасында бүкіл көптеген мыңдаған штурмовиктер аман қалды. Неге десеңіздер, шашылмай, жетпей, бәрі, немістер көбейіп кеткенде бәрі виражға тұрыңдар деп, сол кезде бұйрық берген бүкіл Совет үкіметінің атынан. Сол ағамыздың арқасында көптеген кісілер аман қалды. Сол кезде жақсы өте бір ерекше тактиканың бір приемын. Бегельдинов одним из первых применил тактику активного боя штурмовика с истребителем. Ее взяли на вооружение сотни советских летчиков. Однажды, возвращаясь с задания, штурмовик вступил в неравный бой с целой эскадрильей. Советский летчик был сбит и оказался в тылу врага, но сумел добраться до своих, которые уже считали его погибшим. Талгат Бегельдинов – участник Парада Победы 1945 года и автор нескольких книг. Полеты, механик мені парашют кигізеді, механик.
Sonralik paraşütü kiyip yatqanda sonra la kavlu ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Maşallah kana ve ma lem yeşek lem yakun. El-imanım, ikrarım ve tasdikim bil kalbi mecabihi min indillahi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dep. Ama mekanik mehmanlarına karı. Sonra işte oku aldım. Mağam ok tiymeydi. Oturdum da bitti cımız. Yani sonra 300 ret, 305 ret sonra okudum. Son kudret oldu koy sonra. Sonra aman kaldı. Endi men aytayın, mena skolka 300 meni bir samolyotda jo'qotmadim. Bir lötçükte jo'qotdim.